Сәлем оқырман. Мұса мен Розаның жаңадан жұп болған еді. Есімде болса, ең алғашқы рет Мұса жұп болып, осындай әдемі ара қатынасын құруда. Өз айтқандай бір болайыққа келіп ендігі үйленбей шықпаймын дегендей болды. Шынымен де той күтеміз жақын арада. Өте әдемі жұп, тамсанып қарайтындай. Мұсаны білеміз тойға шығатынын, және кіммен дуэтте біре жүретінін. Ол енді ұл болсын ханым, бір кездері екеуін қосып жүргенде болды. Кеше болса сол дуэт тойға шығып өлең айтқан болатын. Бәрі бір пікірлер жазып кеткен болар. Соларды оқып көрейік. Мұса өзі біледі, Қытайдың қазағы, 2 баласы бар, Уляны не қылады. Жобада өзі жабысқан Мұсаға алса осы уақытқа дейін алмай ма? Роза өте ақылды қыз, екеуі жақсы көреміз деп тұр, сондықтан артық сөз керек емес. Ол жас бала емес, бір емес 2 рет жұп болуға ұсыныс жасады. Халық көріп отыр бәрін. Мұса нашар жігіт. Аружанды тек төсіре береді. Жұп болғанда пайдаланды. Аружан біраз сөз естідің, пранк болса да қызға белден төмен әңгіме есту ұят негізі. Келесі күні бетіне куртка лақтырдың. Мұса, бүгін құлағынды тазала деп ауыр сөйлейсің. Үндемейтінін біліп әбден басынып алғансың. Мұса атанан болғанымен атана тәрбиесін дұрыс алмаған екенсің. Бетімен кеткен қатындармен салғыласын, ұрсуды ғана білесің. Эфирде ұрысқанда ауыз-аузына жұқпайды. Сөзің мен ісін вообще сай келмейді. Небір топас ұятсыз адамдар бар. Саналары сонша төмендегі ма? Оля жіберме, мықты болсан дейді. Мұса біреуді тыңдайын деп тұр екен. Мұса ақымақ емес, өзіне не керек екенін білетін жігіт қой. Біреуді кемсітіп сасық деп жазған комментариясынан өзінің кім екенін өзі ақ білдіртіп тұрады, өз аттарын атап. Оңбағандар көп, біреудің өмірімен алысып отырады. Үйленген сонда мына әйелмен жүрсе, отбасы бұзады ау. Қанша жерден періште болса да шыдайды осы әйелге. Тойға бармайық па, басқа жұмыс жасап ақша табуға болмай ма? 2 балаға не тәрбие береді? Осындай әйелдер біреудің отбасын бұзады, не қылық мынау? Дейді оқырмандар, сіз қалай ойлайсыз?